Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 20 маусымға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгін тоқтыларға жақындарына көңіл бөлуге және де махаббатпен қарауға кеңес береді. Бұл тек қана жылы сөздер емес, әрине жақсы іс-әрекеттер. Жақындарға жылулығыңызды аямаңыз. Бүгін басқа адамдардың сіздің мойныңызға шығуға жол бермеңіз. Бүгінгі күн қанша тырысқаныңызбен де көптеген дүниелерге үлгермей қаласыз. Уайымдамаңыз, бәрі өз орнымен. Егер бүгін ішіңіз пысса, жақсы ортаны таңдаңыз да қыдырыңыз. Өзіңіздің жүрегіңіздің жартысына жақсы сыйлық дайындаңыз. Қуанып қалсын. Егер де сыртқы келбетіңізге өзгеріс енгізгіңіз келсе, қазірден бастап физикалық жаттығулармен айналысыңыз. Жаман ойлар келген кезде жердің дөңгелек екенін ұмытпаңыз. Жақсылық жасаудан аянбаңыздар. Барлығы қайтып келеді. Артта болған нәрселердің барлығын ұмытып, тек қана алға қараңыз. Бикештер үшін өте сәтті күн. Көптеген шешімдерді табатын күн. Бүгін жақсы хабарлар естисіз. Көптен бері билегенді аңсап жүрсіз бе? Ендеше жақсылап көңіл көтеретін сәт келді. Ештеңе ойламаңыз. Жақсы ортада көңіл көтергенге не жетсін? Бүгін сіздерді сәтті күн күтіп тұр. Не істесеңіз де сәттілік сіздің жағыңызда. Бүгін қарсы жыныстағы жандар сізге қызығушылықпен қарайтын болады. Алайда бұны дұрыс қолдануыңыз керек. Бүгін жұмысқа көп көңіл бөлгеніңіз абзал. Өзіңіздің армандарыңызға көп көңіл бөліңіз. Егер бір жерде қалып қоятын жағдай болатын болса, міндетті түрде жақындарыңызға айтып ескертіңіз. Себебі олар сіз үшін уайымдайтын болады. Жаңа дүниені бастап көріңіз. Бұл сізге табыс әкелуі мүмкін. Жаңа дүниені үйренуден ешқашанда қашпаңыз. Оқу, үйрену, білу ешқашан кештік етпейді. Бүгін балықтар өзін-өзі мақтан тұтатын болады. Сіздің қоңырауыңызды ұзақтан бері күтіп жүрген жанға хабарласып қоңырау шалыңыз. Сонда барлығы жақсы болады. 20 маусымға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.